Allahu akbar, Allahu akbar. Көрдіңіз ғой. Сондықтан 13-те отау иесі деген нәрседе қазір бізде 25-те, 30-да, 25-те не болдық біз? 900 жылдардан кейінгі өлеңдерімізге қарасақ, біз жоқ болдық, біз шоқ болдық, біз от болдық. Өз сөздердің өзі қорқынышты да. Алла тағаланы еске алудан жоқ болдың, сосын шоқ болдың, сосын от болдың. От деген тозақпен аяқталып жатыр деген нәрсе ғой, егер тәубаға келмесек. Міне, сондықтан осы нәрселердің өзі бізде баламызды тәрбиелеп қазір өсіріп, бала кезден намазбен оқытып 10 жасқа дейін. 13-те сізбен сұхбаттаса алатын, сізбен бір үлкен күрделі мәселелерді сөйлесе алатын бала болу керек ол. Ертең өмірден озып кетсең, ерте жеткен бала болу керек та. Қызыңыз да сондай, есті қыз етегін жияды деген. Есті қыз. Сонда бізді не басқарып жатыр дегенде, ессіздік деген нәрсе бар екен да бізде. Адам ойлайды, соның бәрін ақылмен істеп жатырмын деп. Мысалы, жаңа екі қыз сөйлесіп отырса вечерде, анау жігітті көрдің ба? Тамаша екен, майлығы бар екен, көлігі бар екен. Ол ойлайды, ақылмен сөйлеп отырмын деп. Ақыл мүлде жоқ мына жерде. Бұл көңіл қалауының сөздері. Адамның өмірі көңіл қалауына құралған. Көңіл қалауына құралғаннан кейін бір нәрсе сай келмей қалса, бөліне саладылар болды. Құран осы ақылды түзеп отыр ғой. Ұят деген нәрсе адамға ақылын сақтап беретін нәрсе екен да. Сондықтан Аллах Тағаланың елшісі бізге айтады. Бір күні сахабалармен отырған кезде саллаллаху алейхи вассалам истахию миналлахи хаққал хая дейді. Алла Тағаладан лайықты дәрежеде ұялыңдар дейді. Сосын сахабалар айтады. Инна настахию Аллахи. Расында біз ұяламыз ғой. Альхамдулиллахи, Аллахтың елшісі, біз ұяламыз ғой дейді. Біз де солай жауап берер едік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Лейса залика. Бұл сендердің ұялуларың Алладан лайықты ұялуға жатпайды дейді. Валакиннал истихяа миналлахи хаққал хая. Алайда Алладан лайықты деңгейде, хақысына лайықтап ұялу дегеніміз дейді. Ан тахфазар раса ва ма ваға. Мына басыңды сақтауың дейді. Және ішіндегі нәрселерін, көзіңді сақтау керексің, құлағыңды сақтау. Қараңыз қалай кетіп отыр тәрбие. Тіліңді сақтау, басты және бастың ішіндегі нәрселерді сақтауың дейді да. Уәл батна ва ма хава. Әл батн деген кеуде мен қарынды білдіреді. Мына кеуде қарныңды және соның ішіндегін дейді. Жүрегің, ойың, ішкі дүниең, қарның күллісі сақталу керек. Алла Тағала қаламайтын нәрседен.